Бүгінгі клиентіміздің шашын шатуш техникасы менен сложный окрашивание жасады. Бұл шатуш техникасы дегеніміз өздеріңіз білесіздер, көріп жүргендей, мынандай тарақпенен бір жағында ұшы темір, мына жағы натеж жасайтын тарақ. Осы менен майда прядь қылып, былай шатуш жасап істейміз. Шатуш техникасында арасында ешқандай шаш қалдырмай істейміз. Түбіне 1 сантиметр жеткізбей жасаймыз. Осы шатуш техникасында біз 1-2 формуламенен 6% оксидантпенен және 9 тонлық порошокпенен жасадым. Міне 6% Сержио компаниясының оксиданты 6%. 1-2 формула дегеніміз 40 грамм порошок, 80 грамм оксидант. Осыны араластырып, жақсылап шашқа натеж жасау арқылы осветление жасаймыз. Міне осылай жасап алдық. Одан кейін шашты жақсылап шампуньмен 1,5 сағат ұстадық. Шампуньмен жақсылап жуып, су шашқа тонировка жасады. Тонировканы 926 Сержио компаниясының крем краскасымен 926, 922, 12 және 671 деген краскалардан 15 граммнан қосып, араластырып жасадық. Формуласын описанияда көрсетеміз. Осылай 1,5% пенен 1-2 формуламенен тонировка жасадым. Шашы 15 минут ұстадық. 15 минуттан кейін жуып, бальзам жағып, клиенттің шашын жақсылап кептіріп берді. Міне сіздер де осылай жасасаңыздар болады. Егер видео ұнаса, каналыма жазылып, лайк басып кетіңіздер.